Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай қыз балаларға арналған туника көйлектің тігілу жолымен бөлісетін боламын. Мен көйлектің детальдарын осылай пішіп дайындап алдым. Матамды екі бүктедім. Матамды екі бүктеп, мына аралық менде 23 сантиметр. 23 сантиметр. Мына жақтан төменге қарай 5 сантиметр түстім. Төменге қарай 5 сантиметр, алдыңғы бойда 5 сантиметр түстім. Мына жаққа қарай 6 сантиметр түстім. И мына иықтан 3 сантиметр түсіп, иықты осылай сызып алдым. Одан кейін мына жақтан 3 сантиметр белгіледім де, ішке қарай 3 сантиметр белгіледім де, міне былай трапеция қылдырып алып кеттім. Одан кейін мына жерден керек ұзындықты белгілеп алдым. Ал артқы бойда, міне артқы бойда 2 сантиметр белгіледім. Алдыңғы бойымыз осылай. Және де осыған жеңді де сызып алдым, қиып алдым. Міне жең бір-біріне сәйкес келу керек. Ең алдымен иық тігістерін қосып аламыз. Мына жақты былай. Мына жақты былай тігіп алатын боламыз. Екі жағын одан кейін оверлоктаймыз. Иық тігістерін қосып алдым. Енді бізге жеңін қосып тігуіміз қажет. Енді біз жеңімізді тігетін боламыз. Жеңнің ортасын тауып алып, осылай булавкамен түйреп шығатын боламыз барлығын. Одан кейін осы жерді тігіп шығатын боламыз. Келесі жақта да дәл солай тігіп шығатын боламыз. Так, мен жеңдерін қосып шықтым. Енді мына жан тігістерін қосуымыз қажет. Мына жақтан бастап былай етегіне дейін тігіп шығатын боламыз. Екінші жағында дәл солай тігеміз. Былай тігіп шығамыз. Енді мен етегіне осындай сборка жасайтын боламын. Матамды осылай жинап алдым, сборка жасап. Енді осыны тігіп шығатын боламын. Етектерін қосып шықтым. Барлық жерін тігіп шықтым. Енді бізге жеңіне манжет тігуіміз керек. Міне мен манжетімді қиып алдым. Енді осыны түзу тігіп шығатын боламын. Осы жерге осылай тартып отырып тігетін боламыз. Тігіп алдым енді. Енді манжетімізді алып, жеңге осылай екі жағын тауып, түйреп шығатын боламыз. Осы жерді тартып отырып, айналдыра тігіп, оверлоктап шығады. Енді мойнымызға біз манжет тігуіміз қажет. Мойнын осылай екі бүктеп, өлшеп алатын боламыз. Сол өлшеген саннан 3 сантиметр мен кем алдым. Манжетімді қиып алдым. Енді манжетті қосып, кольцо қылдырып, булавкамен түйреп алып, айналдыра тігіп шығатын боламыз. Мен көйлегімнің мойнын, жеңдерін тігіп шықтым, манжетін. Бізде осылай шықты.